Бар ғылымның бастауы мектеп. Сондықтан біздің басты мақсатымыз білім сапасын жақсарту деп, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап көрсеткендей, мектеп келешек ел басқарар, жер басқарар, елі мен халқын гүлдендіріп, мәртебесін биіктетер, жасампаз жандарды тәрбиелейтін киелі де қасиетті ұя. Сарысу ауданы Жаңатас қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясы тәрбие мен білімді қатар алып, жарты ғасырға жуық уақыт ішінде еліміздің қоғамдық өмірі мен білім, ғылым, оқу-ағарту саласының қалыптасуы мен дамуының талай сындарлы кезеңдерінен сүрінбей өтіп, аудандық, облыстық деңгейде көш ілгері келе жатқан білім ордасы. Бүгінде бұл мектепті білікті, білімді, кәсіби құзыретті ұстаз Қамбарбаева Роза Сәрсебекқызы басқарып келеді. Мектептің жобалық сыйымдылығы 1568 орын. Білім ұясының ғимараты жаңа үлгі жобамен салынған. 44 оқу кабинеті бар. Оның ішінде 10 интерактивті, 1 химия, 1 биология, 1 физика және модификациялық, работа техника, лингофонды мультимедиалық кабинеттері, құнды кітап қоры мен электронды оқулықтармен жабдықталған кітапханасы бар. Білім ошағында мектеп тарихын паш етуге аянбай қызмет етіп, артында із қалдырған елімізге танымал азаматтарды жас ұрпаққа танытып, оқушыларды отан сүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында мұражай ашылды. Мектеп гимназиясында 1448 оқушы білім нәрімен сусындауда. Мектеп ұжымында жалпы 135, оның ішінде жоғары білімді 119, арнаулы орта білімді 16. Біліктілік санаты бар 102, Кембридж университеті тәсілінің негізінде деңгейлік курстарды оқып, білім алған 33 мұғалім. Жаңартылған мазмұнды курсты меңгерген 77, тәжірибедегі рефлексия курсын оқыған 14 ұстаз қызмет етуде. Білім ордасының ұстаздары жаңа заман талабына сай тез өзгере алатын сезімтал, креативтілік қабілеті дамыған, шығармашылықпен жұмыс жасауды берік ұстанған кәсіби құзыретті мамандар 3 тұғырлы тілді меңгеріп, химия пәнінің мұғалімі Айгүл Сындыбаева, биология пәнінің мұғалімі Клара Әбілқасымова, физика пәнінің мұғалімі Дәулет Терікбай, информатика пәнінің мұғалімі Сания Жасуланова ағылшын тілінде оқушыларды білім нәрімен сусындатуда. Өскелең жас ұрпақтың бойында патриоттық, білім мен өзін-өзі жетілдіруге деген құштарлық, беріктік, отан тарихына, тәуелсіз Қазақстанның бүгіні мен болашағына деген жауапкершілікті қалыптастыру мақсатында мектебімізде жас ұлан, жас қыран ұйымы жұмыс атқарады. Мұхтар Әуезов атындағы мектеп гимназиясында білім беру мекемесінің дамуына қолдау жасау, қала аумағында жұмыс істейтін басқа ұйымдармен оның байланысын нығайту, заттай және ақшалай қаржыларды белсенді пайдалану мақсатында қамқоршылық кеңесі жұмыс жасайды. Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деген. Осыған байланысты мектебімізде баланы өмірге бейімдеуде мектеп, мұғалім және ата-ананың орны бөлек. Сол себепті оқушыларды, ата-аналарды, сыныптық, мектепішілік және қоғамдық ұжымдардың іс-шараларына тарту міндеті қойылған. Басым бөлігі мектеп оқушыларынан тұратын топ туған жер арнайы жобасы аясында киелі шаһардағы Қожа Ахмет Яссауи, Арыстанбаб кесенелеріне барып, одан кейін Отырар мұражайының керемет экспонаттарын тамашалап саяхаттады. Мектепте жас ұстаздар мектебі жұмыс жасайды. Жас ұстаздар аудандық білім бөлімі ұйымдастырған іс-шараларға белсене қатысады.
және де жергілікті ақын жазушылардың шығармашылығын дәріптеу мақсатын алға қойып, дәстүрлі түрде өткізіп отырады. Мұхтар Әуезов атындағы мектеп-гимназия ұжымы білім сапасын арттыру және білім ошағын өркендету жолында аянбай еңбек етуде. Оған аудан, облыс, республика көлемінде жеткен жетістіктеріміз дәлел. 2006, 2007, 2009, 2010 оқу жылында ауданда мектеп арасында жаңашыл мектеп номинациясын, 2010-2011 оқу жылы оқу тәрбие процесіндегі үздік жетістіктері үшін бірінші орын, 2011-2012 оқу жылы оқу тәрбие процесіндегі үздік жетістіктері үшін екінші орын иеленді. 2017-2018 оқу жылында инновациялық режиміндегі мектеп номинациясы бойынша аудандық білім қызметкерлерінің кәсіподағына бөлінген 500 мың теңгенің сертификатын жеңіп алды. Алихан Бөкейханов адам баласы үнемі ізден үстінде жалықпай әрекет еткенде мақсатына жетеді. Өмір үнемі күрес, бірлесіп тіршілік етуден тұрады деген. Осы тұрғыдан қарағанда, жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруде игі істермен көпшілік құрметіне бөленген ұжымның алар асулары әлі алда.